Құрметті Қайнар орта мектебінің түлектері және қадірлі қонақтар, сіздерді 2022 жылдың 8 қазан күні өтетін ғасыр жасаған қара шаңырақ атты 100 жылдық мектептің мерейтойына шақырамыз. Мерекелік бағдарлама жаңадан жабдықталып ашылған кабинеттерді аралау және бюсттердің ашылуы, мектеп мұражайын аралау, жаңа Қазақстан құру кезеңінде ауыл мектептерінің білім сапасын көтеру тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция, мектеп түлегі Қазақ СССР қаржы министрі болған Рымбек Байсейітовтің 100 жылдығы мен ақын Төлеужан Ысмайыловтың 90 жыл мерейтойына арналған іс-шара, ауылым алтын бесігім аймақтық сурет байқауы, ұлттық ойындар, ат жарыс, қыз қуу, арқан тартыс, қошқар көтеру, жаяу жарыс, аударыспақ және қазақша күрес, қонақтар мен ауыл тұрғындарына арналған өнер жұлдыздарымен бірлескен мерекелік концерт, 9 қазан күні футбол жарысы. Баршаңызды білім шаңырағында күтеміз. Енді біз 22 бала оқығанбыз, соның ішінде осы 22 баланы ешқандай класс жетекшісіз 2 жыл біз өзіміз басқарып, осы қазіргі заманда енді бастасын старостасы ол кезде орысшалап кетеміз ғой, а қазір көшбасшы. Осы көшбасшыға бізді шақырып, бәріміз ұйымдастырып отырған, соған менің рахметім, мынау енді менің қолымның өнері, сырт жағын сатып алып, іш жағының бәрін жөндеп, осы неге ұқсастырып, бір кезде бұл жас қана бір кластың басшысы болса, бүгінде бұл осы Қайнар ауылының анасы. Сондықтан бұл біздің құрметіміз деп білсін. Ар жауабында. Ар жауабында да. Құтты болсын. Шақырайық, енді биыл 100 тұрса, осы ауылым 100 емес 200-ге жетсін. Осы ауылда министр да шықты, барлық мамандықтың түрі бар осы ауылдың түлеп шыққан түлектерден. Енді менің арманым, немесе осы ауылдың мақсаты, негізі әділ басқаратын біздің елден бір қан шықсын деп айтамын. Осы Қайнар ауылының тұрғыны, апа, сізге сөз, өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Жарайды жаңағы. Мен осы Қайнар ауылының тумасымын. Осы жерде туылдым, осы жерде өстім. Ал енді содан
65 жылы осы Қайдаров мектебін 6 медальға бітіріп, себебі педагогикалық университетінің математика факультетінде оқуға түстім. Біз сол жылы 65-те бітірген 24. Авралның жігіті.
Абыралы Қайнар. Қайнардан Бейбашев Қанат. Ой, болмады. Сол аттан түспейін. Бар аттан. Звонок тосып тұрмыз. Мектебіміздің 100 жылдығына шабатын қазақи аттар міне. 35 шақырымнан жіберген тұрмыз. Бекзаттың аттарды танысың ғой сен, мен таныстырып. Мынау Найманбай шаруашылығының сары аты. Мынау Нұрым шаруашылығынан, Гүлден Тілек шаруашылығынан, Шотанов Данияр шаруашылығынан, Жаңабаз Асқар, Құрманбаев шаруашылығынан Асқар. Ал жолдарыңыз. Жүре бер дейді. Ал давай жігіттер жолдарыңыз. Кішкентай ғана тоқалтам, жұпыны ғана киінген балдар, кішкентай ғана ұлдар, біреуінде қалам бар, біреуінде жоқ, біреуінде қағаз бар жазады, біреуінде жоқ. Сол заманның бәрі өтіп, міне бүгінгі біздің балалардың жағдайы қандай? Лайым жақсы болсын, бақытты болашақ дейін, ұстаздар солардың жетістіктеріне қуана берсін. Ал енді бүгін біздер осы әнші емес, бірақ шағын ғана әртістер қауымы, өздеріңіздің балаларыңыз сол мектептің түлегі Қарқат Молдағалидың шашбауында беріп тұрмыз. Біздің Халидмұхаммед театрының көркемдік жетекшісі 7-8 спектаклі халықаралық бас жүлдеге ие болған үздік режиссеріміз Жаным Парқатжан сияқты осы өздеріңіздің елдеріңізде, өздеріңіздің шәкірттеріңіздің арасынан осындай азаматтар, азаматшалар шыға берсін. Жаңа қазіргі сіздердің менің ән шашуым рахмет, қазіргі тыңдайтындарыңыз жаңа ғана өздеріңіздің және де балдарыңыз Сымбат Рақыштың Сезім сыңғыры атты әні қабыл алыңыздар, сіздерге арналады. Aşık болу неткен сұлу сезім төгілген сағыну аңсау іздеу қиялдан өрілген айналам нәзік бір көркем асқақ әлемде бар өмір бар
сұлуай жұлдыздан моншақта қанша